Сіздер сендермен менің влогымның ең соңғы бөліміне қош келдіңдер, яғни осы жылдағы. Қазір сағат бізде 11, яғни 11 болып қалды, ал Алматыда 12 болып қалды. Сондықтан алматылықтар бірінші тойлайды, ал біз содан кейін тойлаймыз. Өйткені бізде 1 сағат артта. Маған көмектескен освещение. Мына жақта бізде бәрі дайын. Қазір көрсетемін дұрыстап. Біздің диван, кішкенесіндегі рум-тур түсірейін. Мынау алдында алған екі эмоджи жастық және доңыз жылына арналған доңыз. Және біздің жаңа жылдық столымызға келетін болсақ, бұл жерде бізде колбаса және тауық. Мынаны мен турады, мынаны да. Және мына салатты да мен істедім. Сосын жейтін гүл, оны айтам, жейтін емес, бұны сыйлыққа берген. Және торт, фри, салаттар. Короче, міне біздің жаңа жылдық столымыз. Ана жерде бізде ағамыз өлең айтып жатыр. Және далада да көп адамдар салют атып, жарқылап, ооо деп айқайлап жүрген жоқ. Сондықтан жаңа жылдық көңіл-күй 10-ның ішінен бір 3 деген баға берем. Бірақ енді кішкентай балдар жүр, ойнап, осыған да шүкір. Хлопушкалерін атып. Да, короче, апокалипсис болды. Яғни жаңа жылға байланысты мен кенді сюрпризді ашайық. Бұндай затты қалай ашу керектігін білмесеңіз, сізге тісіңіз көмекке келеді. Үйтіп міне 2018 жылды да бітірдік, және мен осы өзімнің YouTube каналымның президенті болып, сендерге тілегімді айтқым келіп отыр. Жаңа жыл, жаңа бақыт. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, нешелеріңіз ауырмасын, және 2019 жылы именно сен күткен момент. Сен өзіңнің бастағың келген істі осы 2019-да баста. Өміріңнің жаңа бетін, жаңа парағын аш. 2018 жылы мен үшін қалай өтті? 2018 жылы тіпті қалай өткенін білмеймін. 2017 жылы январында, декабрьдің 31-інде ұйықтадым, көзімді аштым, уже міне 2018-дің уже, точнее 2019 келді. И осы жыл мен үшін, как всегда, онша емес өтті, демей-ақ қояйын. Нормально өтті, көптеген адамдармен таныстым. Өзімнің мына бұлдырлаған көзімді адамдарға анық бітіп аштым. Кімнің кім екенін және өзімді қалай ұстау керектігін білдім. Және 2018 жылы мен өзімнің каналымда көптеген подписчиктер жинадым, яғни бұрынғы каналымда. Сосын міне осы каналым жаңадан аштым. Енді осы жылдың соңына дейін, 2019 жылдың соңына дейін менде 100 000 подписчик болады деген сенімдімін. Бұл мүмкін емес заттардың бірі. Достар, бүгін 1 қаңтар және Ақтау бізге сыйлық берді, яғни Новый годта бізде қар жауып жатыр.
жолдың үстін. Ана жерде бізде жаңа қоныс деген сериал болып жатыр. Және далада қар жауып жатыр, жаңа көргендеріңіздей. Және мен осы блогымды аяқтағым келіп тұр осымен, және бұл мен осы 2019 жылдағы ең алғашқы видеом каналымдағы. Сендерге осы блог ұнайды деп ойдамын. Ұнаса сабаққа отырамын басып, менің арнама тіркелуді ұмытпай, колокольчикті басып кет. Және сен өзіңнің жаңа жылыңды қалай қарсы алдың, соны комментарияға, яғни астына жазып кет. Сендерге қызық болды деп ойдамын. Барлықтарыңызға осы видеоны көргендеріңіз үшін рахмет, және тағы да жаңа жылдарыңызбен.